Мынау сіздің менюіңіз. Excel программасында тура осылай жазылған. Және мына жерде бала саны тұрады. Мысалы 75, 65 тура қалай бала саны жазылып тұр, сол жерге бала санын жазасыз, өз бала саныңызды, иә. Сізде сүтке піскен күріш болса, таңғы асқа нан мен сары май, какао мен сүтпен жазылған, иә. Осылай барлығы жазып аласыз. Өзіңіздің Excel программасындағы менікін алып, өзіңізге лақтырып, осы тағамдарды жазып шығасыз. Жазып шыққаннан кейін біз мына жерге бірінші очередь нандарды бірінші жазамыз. Нан, бидай наны, күнделікті берілетін тағамдарды бірінші жазамыз. Бидай наны, қара бидай наны. Бұл раскладка деп айтылады. Және сары май күнделікті беріледі бізде. Қант бізде күнделікті беріледі. Сүт беріледі. Ары қарай жаза береміз. Құрамына қарай негілер кіреді, соларды жазып шығатын боламыз. Мысалы, сүтке піскен күріш немен жасалынады, соның раскладкасын жасауымыз керек. Сүтке піскен күріш бізде сүт қосылады. Бір балаға кететін мен тағы да айтайын, 205-ші приложение шығарып алыңыздар. Осыған қарап отырып, біз раскладкасын жасаймыз. Мен ойдан алмаймын. Мысалы, сүтке піскен күріш, сүт мен қайдан аламын? Сүтті мен аламын. 420 грамм бір балаға кететін. Егерде ол 3 жастан басталған садик болса, ал 1,5 жастағы балалар болатын болса, оған бөлек раскладка жасайсыз. 2 раскладка жасайсыз. 3 жастан бастап 420 грамм кетеді. Bir балаға бір күндік нормасы. Сол 420 граммды бір балаға шығыны дегені бар. Осы жерде және жалпы балаға салмағы деген бар, салмағы деген бар. Соны шығаруымыз керек. 420 бір балаға кету керек. Соны біз бөліп жазамыз. Оны біз 420-ны таңғы асқа жібереміз. Және мына жерде сүт берілетін бесін асқа 200 жібереміз. Сүзбе пудингіне қосыла ма? Қосылады. Сүзбе пудингке қосылса 100 грамм жібереміз. Осылай 420 граммды бөліп жасауымыз керек қой. Мына жаққа сүт пен піскен күрішке 120. Міне, мынан барлығын қосып шыққанда 420 грамм болды. Енді мен білмеймін осы бала қанша саны екен. 0,420-ны көбейтесіз бала санына. Сол жерде, мысалы, 25 бала болса, мына жерде 10 литр 700 грамм кетеді. 10-да 700. Всегда көбейткен кезде 0-ды қоясыз калькулятордың алдына. 0,420-ны көбейтем бала санына. 25 бала болса, міне 10 литр 700 миллилитр ба, сондай шығады. Міне, бір күндік жалпы салмағы деген жерге осыны жазамыз біз. Ал нан мен сары майдың құрамына не керек? Нан кетеді. Нанды тағы да қараймыз. Біз всегда осыған шығарып, осыған қарап отырмыз. Нанды қараңыз, міне 3 жастан бастап 80 грамм. 80 граммды біз бір жерге жаза салмаймыз. Біз тағы қай жерде береміз нан? Таңғы асқа және кешкі асқа береміз. Сондықтан 2-ге бөліп жазам. 80 грамм болса 40 грамм бөлем. 40 грамм таңертең, кешкі асқа 40 грамм. Міне бір балаға шығыны 80 грамм. Енді мен осыны көбейтемін. 0,80-ді бала санына көбейтемін. Сонда осы жерде жалпы салмағы шығады. Қара бидай наны қай жерде береміз? Қара нан бізде авитте тұр екен сізде, Енді қараңыз, хлеб ржаной 40 грамм. Осы 40 граммды жазамын. Демек 40 граммды бірақ жерге жазамын. 40 грамм, міне. Бір балаға шығыны 40 грамм. Мына жерде жалпы бала санына көбейтіп, жалпы салмағын шығаратын боламыз. Бұл жерде қазір нанның мен сізге бөлек видеосын түсірем, нанның штугын қалай шығару керектігін, қалай штукқа айналдыру керектігін. Сары майды қараймын. Сары май. Масло сливочное. Міне, масло сливочное 20 грамм, берілгені 20 грамм. Соны кетіретін боламыз. 20 грамм сары майды міне ботқаға жіберуге болады. Нан мен сары май бар екен. 20 граммды бір балаға кететін 20 граммды бөліп жазамын. Міне, 10-ны бөліп жазсаңыздар болады. Болмаса 8-ден, 5-ден жазсаңыз болады. Зажаркаға жіберсеңіз болады. Мына жаққа 3 грамм, мына жаққа 8 грамм деп осылай жазсаңыз болады. 20 грамм. Главное 20 граммды кетірсеңіз болады. Соны 20 граммды 0,20-ны көбейтесіз бала санына. Мысалы, осылай 0, мен білмеймін сіздің бала саныңызды, сол бала саны бойынша осылай жазасыз. Тура осылай 0,20-ны көбейтесіз бала санына. Сол кезде жалпы салмағы шығады. Осы жерге жазасыз жалпы салмағы. Қантты қараймын, сахарды қараймын. 35 грамм. 35 граммды алып бөлемін. Қантты бір күнге кететін баланың 35 грамм. Бұдан көп жазуға болмайды, аз жазуға болмайды. Аз жаса 1-2 граммға аз кем жазуға болады, бірақ нормасымен жазсаңыз тіптен жақсы. Сүтке піскен күрішке ботқаға қосамыз ба? Қосамыз, қантты.
қантты 10 грамм 7 грамм деп енді өзіңізге қарай какао мен сүтпен қосасыз, иә, 10 грамм, иә, 17 грамм кетті уже. Осылай 10 граммнан да жазсаңыз болады. Енді компотқа қосасыз, иә, 10 грамм, иә. Сүт пен вафлині сүтке қосылмаймыз ғой, сүзбеге қосамыз, иә. Мына жерде шай бар екен, иә, 30, мына жерде шайға міне 35-ті көбейтесіз. 0, 35-ті көбейтем бала санына. Бала саны сізде қанша, соны шыққан санды мына жерге жазасыз. 1 килограмм шыға ма, қаншаға шығады, соны жазасыз. Бұл жалпы салмағы деген жерге. Одан кейін какао сүтпен, иә, какао жазам. Какао. Енді какао сүтпен, оказывается, мен сүтті мына жерге пудингтің орнына бөліп жазуым керек. Не? Какао сүтпен бар ғой мына жерге. Көрдіңіз ба? Мен мына жерде шатасып кеттім. Осылай мән беріп қараңыз. Сүтті де бөлген кезде мән беріңіз. Какао сүтпен қалып кетті. Какаоны қараймыз. Какао. Так, сыр. Қайда тықпап қояйық. 2 грамм емес пе какаоны несі? Кондитерский изделие, сахар, растительное масло, рыба, чай. 2 грамм аламыз. 2 грамм. Кофе злаковый деп тұр ғой, сол жерде аламыз. Міне, какаоны 2 грамм алам. 2 граммды көбейтем бала санына. 0,2-ні көбейтем бала санына. Сол шыққан санды осы жерге жазамын. Какао кетті, жеміс береді екенсіздер. Жеміс деп жазасыз. Немесе алма, груша не бересіз, соны жазсаң да болады. Жемісті мына жақтан қарайсыз. Не? Фрукты свежие. Не? 90 грамм. 90 граммды жазамын. Бір балаға кететін жеміс 90 грамм. Мына жерге 90 дедім, бір балаға кететін. Жалпы саны тағы да сөйтіп жазасыз. 0,90-ды көбейтем бала санына. Мына жерде қандай бала саны, соны жазасыз. Мына жерде мысалы 4 килограмм кетті, 3 килограмм кетті мүмкін, соны жазасыз. Енді калькулятор салып есептейсіз. Үй кеспесі. Үй кеспесі қалай жасалады бізде? Білесіз, ұн қосылады. Қандай ет қосылады? Ет қосады, ет дейсіз. Үй кеспесіне сиыр етімен жасалынды ғой. Сиыр еті дейсіз, мына жерге тауық еті дейсіз. Тауық еті. Қара нан жаздық, компот содан жазамыз. Так, үй кеспесіне ұн кетеді, ұн кетеді, сиыр еті сүйек сорпасында піскен үй кеспесі болса, қарайсыз, ет қанша грамм кетеді? Ет, мысалы бізде мясо. Мясо 100 грамм. 100 грамм бұл сіз первыйға аздау жібересіз енді, өзінен өзі, 40 грамм жіберсеңіз болады. Тауық етін бұқтырылған көкөніс депсіз, көкөністерге 60 грамм жіберсеңіз болады. Мына 40, мына жаққа 61 бала кететін. Сонда 100 шығып тұр екеуін қосқанда. Соны енді бала санына көбейтесіз. 0,40 көбейтілген бала саны. Қанша бала? Соны жазасыз. Мына жаққа енді қанша килограмм? 2 килограмм, 3 килограмм кете ма? Соны шығарасыз. Ал 0,60-ты көбейтесіз бала санына. Мына жерде бала саны өз бала саныңызға. Может, мына жерде 7 килограмм кетеді, или 6 килограмм кетуі мүмкін. Ұнды қарайсыз. Первыйға біз ұнды всегда аз жібереміз, өйткені ол ботқа болып кетеді. Қалай бар, солай жаза алмаймыз. Өйткені міне мука пшеничная деп тұр, 20 грамм. 20 граммды хотя бы 15 граммын первыйға жіберсеңіз болады. Үй кеспесіне 15 грамм ұн. 15 немесе 20 деп жаза беріңіз. 20 грамм. 20 грамм, міне. 20-ны көбейтесіз, 0,20-ны көбейтесіз бала санына. Одан шыққан санды мына жерге жазасыз. 1 килограмм болу мүмкін. Одан кейін не қосылады үй кеспесіне? Пияз қосыла ма? Жуа, пияз, сарымсақ дейміз, пияз қосылады, картоп қосасыздар, картоп, морковь, сәбіз деп енді соның бәрін жаққа жаза бересіз. Ол компьютерда тұр, Excel программасында. Соның бәрін өзгертіп өзіңіз жазсаңыз болады. Үстіне өзгертіп 2 рет бассаңыз, мышканы сол кезде өзгертіп алсаңыз болады. Солай жаза бересіз. Картоп, пиязды қалай жазамыз десеңіз, сәбізді қалай жазамыз десеңіз, қараңыз мына жақта. Так, ол бізде не деп тұр? Мына жақта ғой. Картопты қараңыз. Картоп бізде 170 грамм берген, бірақ 170 граммның барлығын жазбаймыз. Біз аз ғана мөлшерін жазамыз. Өйткені ол первыйға қосылғандықтан ол 17 грамм кетуі мүмкін, 20 грамм кетуі мүмкін. Сондай ғана жазамыз. Өйткені ол көп болып кетеді. 170 граммды алып бірақ жаза салмаймыз ғой. Пияз первыйға қанша кетесіз? 12 грамм, 12 грамм, 15 грамм, сон барлығын осылай бөліп, барлығын қосқанда 170 грамм шығу керек қой. Картоптікі ғана бөлек, ал нелікі
овощи разные деген бізде 220 грамм. 220 граммға жетсе болды. Сәбізді мысалы 30 грамм жіберсеңіз болады первыйға. Тауық етінен бұқтырылған көкөніс депсіз, пияз жібересіз, бұл жаққа да 20 грамм, екеуін қосасыз, 32 граммды 0,32-ні көбейтесіз бала санына. Значит, 1 килограмм шығуы мүмкін, 2 килограмм шығуы мүмкін, соны жазасыз. Картопты да бұқтырылған етке жібересіз, көбірек жібереміз. Бұл жақта уже біз 100 граммдай жіберсеңіз болады. Сонда мынаны екеуін қосқанда 120-ны көбейтесіз, мысалы 120-ны көбейтесіз бала санына. 4 килограмм шығуы мүмкін, 3 килограмм шығуы мүмкін, 5 килограмм шығуы мүмкін. Енді арғылай. Сәбізді де солай, 30-ды бір балаға кететін болса, мына жерде бізде бұқтырылған көкөніс бар ғой, онда ол жаққа да жібересіз, 40 грамм. Сондықтан 80 граммды нетесіз, бала санына көбейтесіз. 0,80-ді көбейтесіз бала санына. Мысалы 3 килограмм болуы мүмкін. Осылай жаза бересіз. Кептірілген жемісті қалай жазасыз? Фрукты сухие деп тұр, міне, 20 грамм. 20 граммды ал фрукты сухиеге компотқа жаза бересіз. Мына жерге фрукты сухие деп жазасыз, немесе кепкен жеміс деп жазасыз. Соны жазасыз 0,20 грамм деп. 0,20. Соны бала санына көбейтесіз. 0,20-ны бала санына көбейтесіз. Содан шыққан санды мына жерге 1 килограмм, 2 килограмм деп жазасыз. Осылай вафлиді алып өлшеп көріңіз. Әр вафли әртүрлі. Сіздерде қандай вафли беріледі білмеймін. Барып, весыйға барып өлшеп тұрып жазыңыз.